Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 60-шы сабақ есептер шығару, шамаларға амалдар қолдану тақырыбы. Бірінші тапсырма. Есептерді шығар. А нұсқасы 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан және тағы да 2 шатырға 6 саяхатшыдан орналасты. Шатырға барлығы қанша саяхатшы орналасты? Есептің шешуі ең алдымен 3 шатырды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 3 шатырды 4 саяхатшыға көбейтеміз. 3 көбейту 4, 12 саяхатшы болады. Демек, 3 шатырда 12 саяхатшы бар. Енді 2 шатырды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 2-ні 6-ға көбейтеміз. 2 көбейту 6, 12 саяхатшы болады. Енді барлығын анықтау үшін 3 шатырда және 2 шатырдағы саяхатшылардың санын қосамыз. 3 шатырда 12 саяхатшы, 2 шатырда 12 саяхатшы бар. Барлығын қосқанда 24 саяхатшы болады. Жауабы: шатырға барлығы 24 саяхатшы орналасты. Ә нұсқасы: бір дәптер 9 теңге тұрады. Осындай 7 дәптер қанша теңге тұрады? Есептің берілгені: бір дәптер 9 теңге, 7 дәптер белгісіз. 7 дәптерді анықтау үшін 7-ні 9 теңгеге көбейтеміз. 7 көбейту 9, 63 теңге болады. Жауабы: 7 дәптер 63 теңге тұрады. Б нұсқасы: 6 дәптерге 48 теңге төленді. Осындай 8 дәптерге қанша теңге төлеу қажет? Есептің берілгені: 6 дәптер 48 теңге, 8 дәптер белгісіз теңге. Ең алдымен бір дәптердің бағасын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 48 теңгені 6 дәптерге бөлеміз. 48 бөлу 6 тең 8 теңге болады. Бұл бір дәптердің бағасы. Енді 8 дәптердің құнын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 8 дәптерді 8 теңгеге көбейтеміз. 8 көбейту 8, 64 теңге болады. Жауабы: осындай 8 дәптерге 64 теңге төлеу қажет. В нұсқасы: әрқайсысында 7 данадан 8 қорап шырша ойыншығын және тағы 12 ойыншық сатып алынды. Барлығы қанша шырша ойыншығы сатып алынды? Есептің берілгені: шырша ойыншығы 7 данадан 8 қорап, тағы 12 ойыншық сатып алынды. Барлығы неше ойыншық сатып алынды? Ең алдымен 7 дананы 8 қорапқа көбейтеміз. 7 көбейту 8, оған тағы сатып алынған 12 ойыншықты қосамыз. 7-ге 8-ді көбейткенде 56 болады. 56-ға 12-ні қосқанда 68 болады. Жауабы: барлығы 68 шырша ойыншығы сатып алынды. Г нұсқасы: ауылда бір жылдың ішінде 8 үй салынды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық. 2 жылдың ішінде барлығы қанша үй салынды? Есептің берілгені: бір жылда 8 үй, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық. Сонда өткен жылы 2 есе кем болған. 2 жылдың ішінде барлығы қанша үй салынды? Соны анықтау керек. Ең алдымен өткен жылды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 8 үйді 2-ге бөлеміз. 4 болады. Бұл өткен жылы салынған үйлердің саны. Енді 2 жылды анықтау үшін бірінші жылды және өткен жылды қосамыз. Бірінші жылы 8 үй, өткен жылы 4 үй.
8-ге 4-ті қосқанда 12 болады. Жауабы: 2 жылдың ішінде барлығы 12 үй салынды. Екінші тапсырма. Тіктөртбұрыштың ені ұзындығынан 2 есе кем. Ауданы мен периметрін тап. Бірінші: А тең 6 сантиметрге, Б тең А бөлу 2-ге. Сонда Б-ны анықтаймыз. Б тең А бөлу 2. А 6-ға тең, 6-ны 2-ге бөлгенде 3 сантиметр болады. Тіктөртбұрыштың периметрін табудың формуласын жазып қойдым. Осы формула бойынша есептейміз. П тең А 6 сантиметрге, Б 3 сантиметрге тең. Көбейту 2. 6-ға 3-ті қосқанда 9 болады. 9-ды 2-ге көбейткенде 18 сантиметр болады. Енді ауданын табамыз. Ауданын табудың формуласын жазып қойдым. С тең А көбейту Б. А 6 сантиметрге тең, Б 3 сантиметрге. 6-ға 3-ті көбейткенде 18 сантиметрге, сантиметрді көбейткенде сантиметр квадрат болады. Б тең 3 сантиметрге, периметрі 18 сантиметрге, ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Екінші: А тең 4 сантиметрге. Б-ны анықтаймыз. Б тең 4 сантиметрді 2-ге бөлеміз. 2 сантиметр болады. Енді периметрін анықтаймыз. Периметрін анықтау үшін 4 сантиметрге 2 сантиметрді қосамыз. Көбейту 2. 4-ге 2-ні қосқанда 6 сантиметр, көбейту 2. 6-ға 2-ні көбейткенде 12 сантиметр болады. Ауданын табу үшін 4 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтеміз. 8 сантиметр квадрат болады. Сонда Б тең 2 сантиметрге, периметрі 12 сантиметрге, ауданы 8 сантиметр квадратқа тең. Үшінші: А тең 8 сантиметр. Б тең 8 сантиметрдің жартысы. Яғни 2-ге бөлеміз. Сонда 4 сантиметрге. Периметрін анықтаймыз. Ол үшін 8 сантиметрге 4 сантиметрді қосамыз. Көбейту 2. 8-ге 4-ті қосқанда 12 сантиметр, көбейту 2 тең 24 сантиметр болады. Енді ауданын анықтаймыз. Ауданын анықтау үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ұзындығы 8 сантиметр, ені 4 сантиметр. 8-ге 4-ті көбейткенде 32 сантиметр квадрат болады. Сонда Б тең 4 сантиметрге, периметрі 24 сантиметрге, ауданы 32 сантиметр квадратқа тең. Үшінші тапсырма. А нұсқасы: Мирас тапсырмаларды 45 минутта орындады. Сол уақыттың 5-тен 1 бөлігінде ол есеп шығарды. Мирас қанша минут есеп шығарды? Қалған тапсырмаларды Мирас қанша минут орындады? Есептің берілгені: орындады 45 минут, есеп шығарды белгісіз минут, бірақ 45 минуттың 5-тен 1 бөлігінде. Қалған тапсырма белгісіз минут. Ең алдымен есеп шығарған уақытты анықтаймыз. Оны анықтау үшін 45-ті 5-ге бөліп
1-ге көбейтеміз. 45-ті 5-ке бөлгенде 9 минут болады. Бұл есеп шығарған уақыты. Енді қалған тапсырманы неше минутта орындады. Оны анықтау үшін барлығы 45 минуттан есеп шығарған 9 минутты азайтамыз. 36 минут болады. Жауабы: Мирас 9 минут есеп шығарды, қалған тапсырмаларды 36 минут орындады. Нұсқасы: Мирас теңдеуді 7 минутта шығарды. Бұл математика тапсырмаларының барлығын орындауға кеткен уақыттың жартысы. Мирас тапсырмаларды қанша минут орындады? Есептің берілгені шығарды 7 минут. Бұл барлық тапсырманың жартысы, яғни 2-ден 1 бөлігі. Барлық тапсырма белгісіз минут. Сонда барлық тапсырманы анықтау үшін 7 минутты 2-ге көбейтеміз. 14 минут болады. Жауабы: Мирас тапсырмаларды 14 минут орындады. Б нұсқасы: өзің есеп құрастыр. Сәкен тапсырманы 24 минутта орындады деп баста. Сәкен тапсырманы 24 минутта орындады. 2-ден 1 бөлігінде есеп шығарды. Сәкен есепті қанша минут шығарды? Есептің берілгені тапсырманы 24 минутта орындады. 2-ден 1 бөлігі белгісіз минут. Оны анықтау үшін 24-ті 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 12 минут болады. Жауабы: Сәкен 12 минут есеп шығарды. 4-ші тапсырма. Есепте. 9 центнер азайту 185 килограмм. 9 центнерде 900 килограмм бар. 900 килограммнан 185 килограммды азайтқанда 715 килограмм болады. 8 центнер қосу 200 килограмм. 8 центнерде 800 килограмм бар. 800 килограммға 200 килограммды қосқанда 1000 килограмм болады. Келесі: бір тәулік азайту 16 сағат. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24 сағаттан 16 сағатты азайтқанда 8 сағат болады. 290 килограмм қосу 7 центнер. 7 центнерде 700 килограмм бар. 290 килограммға 700 килограммды қосқанда 990 килограмм болады. Келесі: 7 центнер азайту 650 килограмм. 7 центнерде 700 килограмм бар. 700 килограммнан 650 килограммды азайтқанда 50 килограмм болады. 2 сағат қосу 120 минут. 2 сағатта 120 минут бар. 120 минутқа 120 минутты қосқанда 240 минут болады. Келесі: 10 метр азайту 26 дециметр. 10 метрді дециметрге айналдырамыз, 100 дециметр болады. 100 дециметрден 26 дециметрді азайтқанда 74 дециметр болады. 15 дециметр азайту 50 сантиметр. 15 дециметрді сантиметрге айналдырамыз, 150 сантиметр болады. 150 сантиметрден 50 сантиметрді азайтқанда 100 сантиметр болады. 2 сағат азайту 90 минут. 2 сағатты минутқа айналдырамыз, 120 минут болады. 120 минуттан 90 минутты азайтқанда 30 минут қалады. 5-ші тапсырма. Есепте. 1 центнер 40 килограмм қосу 6 центнер 30 килограмм. Сонда 7 центнер 70 килограмм болады. 7 центнерде 700 килограмм бар, оған 70 килограммды қосқанда 770 килограмм болады. Келесі:
10 центнер азайту 6 центнер 40 килограмм. 10 центнерде 1000 килограмм болады. Азайту 6 центнер 40 килограммда 640 килограмм болады. 1000 килограммнан 640 килограммды азайтқанда 360 килограмм болады. 7 центнер азайту 600 килограмм. 7 центнерде 700 килограмм болады. Азайту 600 килограмм. Тең 100 килограмм. 3 центнер қосу 55 килограмм. 3 центнерде 300 килограмм бар. Қосу 55 килограмм. 355 килограмм болады. 1000 килограмм азайту 1 центнер. 1000 килограмм азайту 1 центнерде 100 килограмм бар. 1000-нан 100-ді азайтқанда 900 килограмм болады. Келесі 3 килограмм көбейту 3. 9 килограмм болады. 9 килограмм көбейту 2. 18 килограмм. 6 литр бөлу 2. 3 литр болады. 4 центнер көбейту 3. 12 центнер. 900 килограмм азайту 9 центнер. 900 килограмм азайту 9 центнерде 900 килограмм бар. 900 килограммнан 900 килограммды азайтқанда 0 болады. 6-шы тапсырма. Тура теңдіктер мен теңсіздіктерді көшіріп жаз. 48 сағат артық 2 тәуліктен. 2 тәулікте 48 сағат бар, сондықтан екеуі тең болады. Бұл тура емес теңсіздік. Бұны жазбаймыз. Келесі 2 тәулік 5 сағат тең 49 сағатқа. 2 тәулікте 48 сағат, оған 5 сағатты қосқанда 53 сағат болады. 53 сағат пен 49 сағат тең емес. Бұл тура емес теңдік. Келесі 90 минут тең 1 сағатқа. 1 сағатта 60 минут бар. 90 мен 60 минут тең емес. Бұны да жазбаймыз. Келесі 26 сағат артық 1 тәуліктен. 1 тәулікте 24 сағат бар. Сонда 26 сағат 24 сағаттан артық. Бұл теңсіздікті жазамыз. 26 сағат артық 24 сағаттан. Келесі 180 минут тең 3 сағатқа. 3 сағатта 180 минут бар. Сонда бұл тура теңдік болып саналады. Жазамыз. 1 сағат 10 минут артық 210 минуттан. 1 сағатта 60 минут, оған 10 минутты қосқанда 70 минут болады. 70 минут артық 210 минуттан. Бұл тура емес теңсіздік. Бұны жазбаймыз. Келесі 170 минуттан 3 сағат 10 минут артық. 3 сағатта 180 минут, оған 10 минутты қосқанда 190 минут болады. Сонда 190 минут 170 минуттан артық. Бұл тура теңсіздік. Жазамыз. Келесі 2 сағат артық 110 минуттан. 2 сағатта 120 минут бар. 120 минут артық 110 минуттан. Бұл тура теңсіздік. Оны жазамыз. 7-ші тапсырма. Бұл саяжай жерінің планы. Осы жердің периметрін және үй мен хауыздың ауданын есепте. Бірінші сызбаға қараймыз. Саяжай жерінің планы берілген. Саяжайдың ұзындығы 25 метр, ені 15 метр. Периметрін анықтаймыз. Периметрдің формуласын жазып қойдым. Осы бойынша есептейміз. П тең 2 көбейту А 25 метрге
Б 15 метрге тең. 2 көбейту 25-ке 15-ті қосқанда 40 болады. 2 көбейту 40, 80 метр болады. Енді үйдің ауданын есептейміз. Үйдің ұзындығы 5 метр, ені 4 метр. Үйдің ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. А 5 метрге, Б 4 метрге тең. 5-ке 4-ті көбейткенде 20 метр квадрат болады. Енді хауыздың ауданын есептейміз. Хауыздың ұзындығы 3 метр, ені 2 метр. Ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. А 3 метрге, Б 2 метрге тең. 3-ке 2-ні көбейткенде 6 метр квадрат. Жауабы: саяжайдың периметрі 80 метрге, үйдің ауданы 20 метр квадратқа, хауыздың ауданы 6 метр квадратқа тең. Екінші саяжайды есептейміз. Ұзындығы 20 метр, ені 10 метр. Периметрін анықтау үшін 20-ға 10-ды қосып, 2-ге көбейтеміз. Сонда 60 метр болады. Енді үйдің ауданын есептейміз. Үйдің ауданы шаршы тәрізді, ұзындығы да ені де 5 метрге тең. Сонда ауданды табудың формуласы S тең А көбейту Б. 5-ке 5-ті көбейткенде 25 метр квадрат болады. Енді хауыздың ауданын есептейміз. Бұл да шаршы тәріздес, ұзындығы да ені де 2 метрге тең. Ауданын табамыз. 2 көбейту 2 тең 4 метр квадрат. Жауабы: саяжайдың периметрі 60 метрге, үйдің ауданы 25 метр квадратқа, хауыздың ауданы 4 метр квадратқа тең. 8-ші тапсырма. Дастан, Айдос, Самат тақтаның алдында тұр. Айдос екеуінің ортасында тұр. Айдосты орнынан жылжытпай қалай шетіне шығаруға болады? Бірінші әдіс: Айдос пен Саматты орнынан жылжытпай, Дастанды Саматтан кейін қою керек. Сонда Айдос, Самат, Дастан болады. Ал екінші тәсілде Айдос пен Дастанды орнынан жылжытпай, Саматты Дастанның алдына әкелу керек. Сонда Самат, Дастан, Айдос болады.